Күздің суық желі Айдана ауыл үстінен ызғардай есіп тұрды. Ауыл шетіндегі шағын ғана ауылдық аурухана бұрыннан ақ жұпыны болатын. Қабырғалары сыз тартып, ескі терезелерден сыз өтетін, ал құрал жабдықтың жетіспеушілігі дәрігерлер үшін күнделікті қиындыққа айналған еді. Бірақ соған қарамастан, осы жерде жұмыс істейтін жас дәрігер Айдана ешқашан шағымданбайтын. Айдана үшін бұл жұмыс жай ғана мамандық емес, бұл оның жүрек қалауымен жасаған таңдауы еді. Қаладан келгенде көп адам оның шешімін түсінбеген. Неге үлкен мүмкіндіктерді тастап осындай жерге келдің? Деген сұрақты ол сан рет естіді. Бірақ Айдана әрдайым бір ғана жауап беретін. Егер мен бармасам, онда кім барады? Сол кеш өзгеше басталды. Күн батқан соң аспанды қалың бұлт торлап, жел күшейіп кетті. Ауруханада электр жарығы бірнеше рет жыпылықтап барып, ақыры сөніп қалды. Генератор да әлсіз еді, анда-санда ғана қосылып, қайтадан өшіп қала беретін. Айдана үстел шамының әлсіз жарығымен қағаз қарап отырған. Кенет есік тарс ашылды. Дәрігер, көмектесіңізші, деген дауыстан жүрегі селк ете түсті. Ішке жас отбасы жүгіріп кірді. Әкесі құшағында ес-түссіз жатқан кішкентай баланы көтеріп тұр. Анасының көзі жасқа толы, дауысы дірілдеп шықты. Балам тыныс ала алмай жатыр. Айдананың бойын бір сәт қорқыныш билеп өтті. Бірақ ол оны сыртқа шығармады. Тез, мұнда келіңіздер, деді ол нық дауыспен. Баланы қарау үстінде жағдайдың өте ауыр екенін бірден түсінді. Уақыт аз еді. Қажетті құралдардың жартысы жоқ, ал барлары ескі. Оның үстіне жарық жоқ. Ішінен мың ой жүгірді, қалай істеймін? Қалай үлгеремін? Бірақ дәл сол сәтте ол өзіне берген антын есіне алды. Ол қолын дірілдетпей, бар білімін жинап күресуге шешім қабылдады. Сыртта жел ұлып тұрды. Ал аурухананың ішінде уақытпен жарыс басталды. Аурухананың іші қаракөлеңке. Терезеден түскен әлсіз ай сәулесі ғана бөлменің бір бұрышын жарық қылады. Ал үстел үстінде жанып тұрған кішкентай шам кез келген сәтте өшіп қалатындай дірілдейді. Осы әлсіз жарықтың астында Айдана мен ес-түссіз жатқан бала өмір мен үміттің арасындағы жіңішке жіпке байланып қалғандай. Тынысы өте әлсіз деп сыбырлады Айдана өзіне өзі. Бала кеудесі әрең қозғалады. Тамыр соғысы бірде бар, бірде жоқ. Анасы бұрышта үнсіз жылап отыр, ал әкесі қабырғаға сүйеніп, не істерін білмей қатып қалған. Айдана тез шешім қабылдауға мәжбүр болды. Қалалық ауруханада мұндай жағдайда қолданылатын заманауи құрылғылар мұнда жоқ. Бірақ оның білімі мен тәжірибесі жалғыз қаруы. Сіздер сабыр сақтаңыздар. Мен барымды саламын, деді ол, дауысы анық естілгенімен, ішінде толқын басылар емес. Ол қолымен баланың тыныс жолдарын тексеріп, қажетті әрекеттерді бастады. Бір сәтте генератор іске қосылып, жарық етті, бірақ қайтадан өшіп қалды. Жоқ, дәл қазір емес, деді Айдана тістеніп. Уақыт әр секунд сайын қымбаттап барады. Оның маңдайынан тер сорғалап, қолдары шаршай бастады. Бірақ тоқтауға болмайды. Кенет баланың тынысы мүлде сезілмей қалды. Сол сәтте бөлме іші тым-тырыс болып кеткендей. Тіпті сырттағы желдің дауысы да өшіп қалғандай көрінді. Айдана жүрегінің дүрсілін ғана естіп тұр. Жоқ, әлі ерте мен берілмеймін. Ол бар күшін жинап қайта әрекет етті. Әр қимылы үміт үшін күрес. Әр секунд тағдыр шешімі. Сыртта найзағай жарқ етті. Сол жарық бір сәтке бөлмені нұрландырып, бәрін анық көрсетті. Дәрігердің табандылығы, ата-ананың үміті және өмір үшін жүріп жатқан күрес. Бұл енді жай ғана ем емес еді. Бұл соңғы мүмкіндік болатын. Найзағайдың жарқылы сөнісімен бөлме қайтадан қараңғылыққа көмілді. Бірақ бұл жолы Айдана тоқтаған жоқ. Оның көзінде шаршау емес, қайсарлық пайда болды. Жоқ, сен кетпейсің, деп сыбырлады ол балаға, өзі де байқамай. Оның қолдары автоматты түрде әрекет етуде. Жылдар бойы алған білімі, өткізген түндері, жасаған тәжірибесі, бәрі дәл осы сәтте бірігіп, бір мақсатқа қызмет етіп тұр, өмірді сақтап қалу. Бөлменің бұрышында отырған ана көз жасын тыя алмай. Өтінемін, құтқарыңызшы, деп қайта қайталай берді. Бұл сөздер Айдананың жүрегіне тікелей жетті. Ол бір сәт көзін жұмып алды.
Шынен, мен жалғыз емеспін, бұл баланың үміті менің қолымда, деді. Сол сәтте генератор тағы да гуілдеп іске қосылды. Әлсіз болса да жарық жанды. Айдана бір сәтте жоғалтпай, қалған құралдарды пайдаланып шешуші әрекетке кірісті. Уақыт созылып кеткендей. Әр секунд мәңгілік сияқты. Кенет бала кеудесі әлсіз қозғалды. Айдана тоқтап қалды. Сенбей қалғандай. Тағы да, бұл жолы анық. Тыныс бар, деді ол даусын әрең шығарып. Анасы орнынан атып тұрып жүгіріп келді. Шынымен бе? Айдана баланың тамырын ұстап көрді. Әлсіз бірақ бар. Сол сәтте бөлмедегі ауыр тыныштық үмітке ауысты. Әкесі терең дем алып көзін жұмып тұрды. Анасы жылап, бірақ бұл жолы үмітпен жылап тұр. Айдана артқа бір қадам шегінді. Оның қолдары дірілдей бастады енді ғана. Бар күшін жұмсағанын дәл қазір сезді. Бірақ бәрі әлі біткен жоқ еді. Біз оны тұрақтандыруымыз керек, әлі қауіп бар, деді ол байсалды түрде. Сыртта жел баяулай бастады. Найзағай алыстап бара жатқандай. Ал ауылдық аурухана ішінде кішкентай ғана үміт оты қайта жанды. Түн біртіндеп сейіле бастады. Сырттағы дауыл да басылып, аспанның ар жағынан бозғыл таң шапағы көрінді. Ауылдық аурухана ішінде әлі де тыныштық орнаған, бірақ бұл жолы ол үрейлі емес, үмітке толы тыныштық еді. Айдана баланың жанында отыр. Көз ілмегеніне қанша уақыт өткенін өзі де білмейді. Бірақ дәл қазір оның жүзінде шаршаудан гөрі жеңілдік байқалады. Бала енді өздігінен тыныс алып жатыр. Тамыр соғысы да бір қалыпты. Әлі әлсіз, бірақ ең қауіпті сәт артта қалды. Анасы баласының қолынан ұстап үнсіз ғана жылап отыр. Бұл қорқыныштың емес, алғыс пен қуаныштың жасы еді. Әкесі Айданаға жақындап бір сәт сөз таба алмай тұрды. Біз қалай алғыс айтуды білмейміз, деді ол ақыры, дауысы дірілдеп. Айдана жай ғана басын изеді. Ең бастысы, балаңыз аман. Қалғаны маңызды емес. Сол сәтте жарық етіп аурухана толық жарықтанды. Электр қайта қосылды. Қабырғалар, құралдар, бәрі анық көрінді. Бірақ бұл жарық бұрынғыдай суық емес еді. Ол жаңа бастаманың белгісіндей сезілді. Бұл оқиға ауыл ішінде тез тарады. Адамдар Айдана туралы айта бастады. Кеше ғана күмәнмен қарайтындар енді сеніммен қарайтын болды. Ауруханаға келушілер көбейді, ал адамдардың көзінде үміт пайда болды. Бірнеше күннен кейін бала толық есін жиды. Әлсіз болса да күлімсірей алды. Сол сәтте Айдана алғаш рет терең тыныс алып, іштей күлімсіреді. Демек бәрі бекер емес екен. Ол терезе алдына барып таңғы күнге қарады. Күн сәулесі ауылды баяу жылтып келеді. Сол сәуле оның жүрегіне де жеткендей болды. Бұл тек бір ғана түн еді. Бірақ дәл сол түн Айдана ауыл үшін көп нәрсені өзгертті. Ал Айдана үшін бұл оның жолының дұрыс екенін дәлелдеген сәт болды. Үміт оты сөнбейді егер оны біреу қорғауға дайын болса.